Жолды жорамал. Тоқта, күніңіз шаруаларға толы. Бірнеше шаруаны қатар атқаруға уақыт таппай жүрген шаруаларды қолға алуға болады. Мұндай қауырт жағдайда бәрін ойдағыдай атқару оңайға соқпасы анық. Бұл күні қаржылық мәселелерді шешуге де болады. Бұл ретте сіз дұрыс шешімдер қабылдап, қателіктерге жол бермейсіз. Жеке қарым-қатынастарыңызда да жақсы өзгерістер байқалып тұр. Туыстарыңызбен әңгімеңіз жарысады. Ал романтикалық кездесулер жақсы өтіп, есте қаларлық сәттер көп болады. Торпақ, түрлі адамдармен ортақ тіл табасыз. Кез келген сөз талас, ұрыс, немесе шиеленісті жағдайларды ойдағыдай шеше аласыз. Сізді және жақындарыңызды алаңдатқан мәселелердің шешімін табуға мүмкіндік бар. Сүйіктіңізбен немесе жақындарыңызбен қарым-қатынастарыңыз жақсара түседі. Тек ақшаға қатысты жерлерде өте сақ болғаныңыз жөн. Сауда жасауға асықпаңыз. Әсіресе өзіңізге қажет емес затқа қыруар ақша құртудың еш қажеті жоқ. Жолға шығар болсаңыз, жол картасын мұқият зерттегеніңіз жөн. Әсіресе ауа райына қатысты ерекшеліктерді бас назарда ұстаңыз. Егіздер, қызығушылығы сізбен ортақ достарыңызбен, таныстарыңызбен кезігіп, жағымды эмоциялар алмасуға болады. Барынша жағымды адамдармен әңгіме-дүкен құру сіздің көңіл-күйіңізді көтеріп, тіпті шабыттандырады. Әңгімелесу барысында пайдалы кеңестер десіп қалуыңызға жап емес. Күннің екінші жартысы үй шаруасын қолға алуға қолайлы уақыт. Үйге қажетті заттарды түгендеп, шағын жұмыстарды да атқаруға болады. Тек жоспарланбаған жөнде жұмыстарын бастауға кеңес бермейміз. Шаян, шаруаларыңызды кейінге қалдырмаңыз, жалқаулыққа жол бермеңіз. Әсіресе таңғы уақытта көп нәрсені жеңіл, жылдам атқарып шығуға мүмкіндігіңіз бар. Жаныңызда қолдау көрсете алатын жандар жеткілікті. Тіпті сіз еш үміт артпаған адамдардың өзі көмек қолын созуға жап емес. Алдағы уақытта жақсы достық қарым-қатынасқа ұласатын жаңа танысулар дәл осы күні орын алуы мүмкін. Түскі уақытта эмоционалдық жағдайыңыз сәл қиындау болады. Әсіресе кей жақын адамдарыңызбен арада реніш бар болса, олармен сөйлесу, ортақ мәселені талқылау қиынға соғады. Сондықтан да барынша төзімді болуға кеңес береміз. Арыстан, таңғы уақытта сөйлесулер әдеттегіден қарағанда сәл қиындау өтеді. Ешкімді өкпелетпей, ешкімнің көңіліне қаяу түсірмей, ұрысты жағдайлардың тұтануына жол бермеңіз. Не жағдай орын алса да өзіңізді қолда ұстап, адамдармен жақсы қарым-қатынастарды сақтап қалуға тырысыңыз. Күннің екінші жартысы әлдеқайда жағымдырақ, әрі жеңіл өтеді. Кей арыстандарға ақша түсіп, жағымды тосын сыйларға ие болады. Тіпті армандап жүрген нәрсеңізге қол жеткізуіңіз ғажап емес. Кішігірім саяхаттардың өзі сізге ерекше әсер сыйлайды. Бикеш, өте нәтижелі, әрі сәттілік серігіңіз болатын күндердің бірі болмақ. Қиын болып көрінген шаруаларды жақсы атқарып, көптеген күрделі мәселелерді ойдағыдай алып шыға аласыз. Көптеген бикештердің ойлаған нәрселері өздері қалағандай жүзеге асып, өз-өздеріне көңілі толатын болады. Ал бұл бикештерде өте сирек болатын жағдай. Уақытты бос нәрсеге жұмсамаңыз. Эмоционалдық жағдайыңыз шиеленісті болуы мүмкін. Кішігірім ыңғайсыз жағдайға қатты мән беріп, түймедей нәрсені түйедей етуші болмаңыз. Әрдайым жаныңыздағы адамдардың қолдауына жүгініңіз. Сонда барлық нәрсені жеңіл, әрі жылдам атқарасыз. Таразы, ескі таныстарыңызбен жолығып, әңгіме-дүкен құруға болады. Олармен сөйлесу, пікір алмасу сізге жақсы әсер сыйлайды. Кейбір таразылардың мұндай әңгімелесу барысында шабыттар оянып, мүмкін емес болып көрінген нәрселерді жүзеге асыруға болатынын ұғады. Ерекше ұсыныстар түсіп жатса жақсылап ойланғаныңыз жөн. Мұндай мүмкіндіктер күнде келе бермейді. Бұл күні адамдарға жақсы әсер қалдырып, олардың қолдауына ие бола аласыз. Бастысы бостан-бос кездесіп, бостан-бос мәнсіз әңгімелесу деген болмау керек. Яғни, кез келген әрекетіңіздің нақты бір мақсаты болсын. Саршаян, айналаңызда шу, айқай, келіспеушіліктер болып жатса да, сіз өз жұмысыңызды ғана біліп, қолға алған нәрселердің барлығын, өз міндеттеріңізде сәтті алып шығасыз. Сізге жартып кеңес айтатын адамдар болмауы мүмкін. Сол себепті өзіңіздің жеке тәжірибелеріңізге, біліміңізге ғана арқа сүйеңіз. Өзіңізді түсінбей жатқан адамдарға ақталып, оларға энергияңызды ысырап етудің ешқандай пайдасы жоқ. Кей адамдар энергетикалы вампир болғандықтан, сізді әдейі ызаландыруды мақсат етеді. Ал сіз ашулансаңыз өте дөрекі формада ауыр сөздер айтып қоясыз. Сондықтан да олардың провокациясына берілмеңіз.
Мергендер үшін де бұл күн сөйлесулер үшін өте қолайлы күндердің бірі. Бұрындары бір келісімге келе алмаған адамдармен жолығып, бір үстел басында ортақ шешімге келуге мүмкіндігіңіз бар. Осы күні ойыңыз айқын, сөздеріңіз нақты болады. Жылдам өрбейтін романтикалық қарым-қатынастар дәл осы күні бастау алуы ықтимал. Сіздің тапқырлығыңыз бен фантазияңызды қажет ететін шаруаларды атқару өте жақсы нәтижелерге жол ашады. Өзгенің жолымен емес, өзіңіздің дара жолыңызбен жүріңіз. Күннің екінші жартысында жағымды жаңалықтар, сондай-ақ тосын сыйлар да болуы ғажап емес. Тәуешкі, шешімдер қабылдауда аса мұқият болыңыз. Ойлануға қашанда уақыт бар, сондықтан асықпаған жөн. Алғашқы әсеріңіз үнемі дұрыс бола бермейтінін ұмытпаңыз. Жағдайларды түсініп, мән жағдайды ұғып, белгілі бір адамдарға қатысты жеке пікіріңізді қалыптастыру үшін де сізге уақыт қажет. Осыны тағы да еске саламыз. Жұмысқа қатысты маңызды шешімдер қабылдауда өте мұқият болмасаңыз, кейін кәсіби беделіңізге нұқсан келетін қателіктерге жол беріп қоюыңыз ғажап емес. Күтпеген жерден ақша түсіп жатса, оны депозитке немесе өзіңіз ақша сақтайтын жерге жинақтағаныңыз дұрыс. Қазір шашылатын емес, жинайтын уақыт. Су құйғыш, күніңіз сәтті өтеді. Жаңа шаруаларды бастап, өткен уақытта аяқсыз қалған мәселелерді толықтай шешуге мүмкіндік бар. Ерекше идеяларыңыз пайда болып жатса, жүзеге асыруға асыққаныңыз жөн. Себебі жаныңызда сізге қолдау көрсетіп, көмек беретін адамдар бар. Көңіліңізден шығатын сәттер де байқалып тұр. Сыйлықтар алып, жағымды кездесулер, мақтау сөздер естейсіз. Күннің екінші жартысында шаруаларыңыздың саны арта түседі. Қателіктерге бой алдырып қоймас үшін сенімді адамдарыңыздан көмек сұрап, қарбалас шаруаларды олармен бірігіп атқаруға тырысқаныңыз жөн. Кей жерлерде жоспарларыңызды өзгертуге тура келеді. Егер де кездесулерді кейінге қалдырар болсаңыз, кездесуші адамыңызға алдын ала ескертіп қойғаныңыз жөн. Балықтар, өзіңіз күткеннен де жақсы нәтижелерге жете аласыз. Пайдалы шаруаларға басымдық беруге тырысыңыз. Бас тартқыңыз келмейтіндей жақсы ұсыныстар түсуі мүмкін. Қызықты, әрі ерекше адамдармен танысу мүмкіндігіне жол ашатын ерекше отырыстарға шақырту түсу ықтимал. Бұл күні ақшаға қатысты мәселелерді шешуге асығудың еш қажеті жоқ. Сауда жасар болсаңыз да жақсылап ойлануға кеңес береміз. Болмашы, пайдасыз нәрселерді қыруар ақшаға